білесіздер ме оқушылар, бүгінгі біздің өткелі отырған тақырыбымыз бұрыш тақырыбы, яғни бұл тақырып біздің бұрыш көпбұрыш тарауының бөлімі. Яғни бүгінгі тақырыбымыздың мақсаты бұрышты транспортер көмегімен өлшеу, градустық өлшем берілген бұрышты транспортер көмегімен салу. Енді осы бұрыштың түрлерін бір қабат еске түсіріп алайық. Яғни тік бұрыш градустық өлшемі 90 градусқа тең болады. Тік бұрыштан кіші бұрыш сүйір бұрыш деп аталады. Ал тік бұрыштан үлкен, бірақ жазыңқы бұрыштан кіші бұрыш доғал бұрыш деп аталады. Жазыңқы бұрыштың градустық өлшемі 180 градусқа тең. Және бұрыштың 5-ші бір бөлімі, яғни толық бұрыш, бұл толық бұрыштың градустық өлшемі 360 градусты береді. Енді осы бұрыштарды өлшейтін құрал, яғни транспортер ұғымы. Яғни транспортерді біз сабақта қолданамыз. Яғни бұл транспортеріміз міне астыңғы бөлігі, яғни нөлден сызғыш есебінде аламыз. Біз яғни тақтаға сызған кезде, және біздің осы транспортеріміз, біздің қолданып жүрген транспортеріміз жазыңқы бұрышты беріп тұр. Яғни бұл қарап отырсақ, жазыңқы бұрышты транспортерімізді екі жолдан тұр. Яғни ішкі бөлігі нөлден бастап 180 градусқа дейін оң бағытта, және сол бағытта 0-ден 180 градусқа дейінгі екінші бағытта тұр. Енді осы транспортерді пайдалана отырып, біз бұрыштарды өлшей аламыз. Бізде көз алдымызға көрініп тұрғандай транспортердің бірнеше түрлері бар екен. Енді мына бұрыштарды қалай өлшейміз? Ол үшін біз өзі бұрыш дегеніміз екі сәулені қиылысқан бұрыш, яғни бір сәуледен шығатын, бір бұрыштан шығатын екі сәуледен тұр. Енді осы бұрыштарды өлшеу үшін міне көз алдымызда көрініп тұрғандай транспортердің нөл нүктесін, яғни центрін берілген бұрышымызға қою арқылы, жаңа айтқанымыздай міне транспортердің ішкі бөлігінде 0-ден 180-ге дейін оң бағытта, және сол бағытта екі сан өлшемделген. Яғни бұрыштардың түрін анықтау үшін біздің берілген бұрышымыз 40 градус, яғни бұл сүйір бұрышты береді. Сүйір бұрыш дейміз, міне. Бұл 90 градустан кіші болғандықтан сүйір бұрыш. Енді келесі бұрышты өлшеп отырсақ, қарап отырсақ, бұл қандай бұрышқа жатады? Яғни транспортермен өлшейтін болсақ, міне тағы да транспортерді нөл нүктесіне қою арқылы центрмен есептесек, берілген бұрышымыз 122 градус. Себебі әр градустың ортасы 10 бөлік, яғни 10 шкалаға бөлінген. Сондықтан да міне берілген градустық өлшеміміз біздің 122 градус береді, яғни 90 градустан жоғары, сондықтан ол доғал бұрыш деп айтылады. Енді тағы мына жерде берілген бұрыштарды анықтап алайық. Яғни біз берілген бұрыштардың барлығын әріптік өлшеммен берілген, және О центрмен. Яғни біз бұрыштарды жазған кезде О центріміз 0 градустан центрінде тұрғандықтан, әріппен, өрнекпен белгілеген кезде біз оларды не істейміз? N, O, V деп оқимыз, сонда біздегі N, O, V бұрышымыз жазыңқы бұрышты беріп тұр, яғни 180 градус береді екен. Енді одан кейін мысалы қалған, мысалы V, O, S бұрышы, ол дегеніміз V, O, S бұрышымыз. Яғни мына ішкі бөліктегі 0-ден бастап санаймыз, балалар. Сонда 0 градустан бастап санаған кезде біздің V, O, S бұрышымыз қайда келіп тұр? 70 градусқа келіп тұр екен. Сол сияқты V, O, P бұрышын қарасақ, бұл біздің доғал бұрышымызды береді. Яғни ішкі бөлікпен санап отырған кезде 90, 100, 110, 120, 130, 135 градусты беріп тұр екен. Енді одан кейін қалған бұрыштарды қарап шығайық. D, O, P бұрышы. D, O, P, яғни біз не істейміз? Мына жақтан оқимыз. D, O, P бұрышымыз біздің сыртқы 0-ден бастап қараймыз, сонда біздегі D, O, P-міз 45 градус береді. V, O, A бұрышын қарасақ, V, O, A бұрышымыз біздің ішкі 0-ден бастап санасақ, біз қанша болып тұр? 45 градусты беріп тұр екен. Ал V, O, K бұрышымыз біздің 90 градус, себебі біздің бұрышымыз тік бұрыш жасап тұр. Одан кейін V, O,
д бұрышын қарасақ, бұл біздің доғал бұрышымызды береді де, ішкі бөліктен санап келіп қарастырсақ, біздікі неше градусқа тең? 160 градусты беріп тұр. Енді бізде қалған НОД бұрышы. НОД бұрышын қарасақ, міне сыртқы бөліктегі 0-ден бастап санасақ, неше градус? 20 градусты береді екен. Енді 60 градус бұрышты қалай өлшейміз? Яғни бізде бұрыштық өлшемдер тек қана ұзын тік сызықпен ғана тұрмайды, яғни берілген сызықтарымыздың өлшеміне қарайды. Осы жерде сызғышты, яғни транспортирді орналастырған кезде мына нөл нүктесімен центрін орналастыра отырып қараймыз. Яғни сонда біздің берілген мына бұрышымыз 60 градусты береді екен. Яғни сызғышпен қосу арқылы берілген бұрышымызды өлшей алады екенбіз. Ал енді 136 градус. Бұл дегеніміз біздің доғал бұрышты беріп тұр. Яғни транспортирді қалай қолдансақ та, оңға, солға қолдану арқылы да, мысалы мына бұрышпен былай есептесек, мысалы осыған қойған кезде, міне ішкі бөліктен санаймыз. 90 градус, 100, 110, 120, 130, 136 градус мына жер болып, мысалы, мынауымыз біздің сүйір бұрыш, доғал бұрыш болып, былай да сызылады. Немесе мына нүктені қосу арқылы біз не істей аламыз? Мынанда доғал бұрыш қылып жасай аламыз деген сөз. Ал енді тік бұрышты, яғни біздің үшбұрыштың түрлері көп, үшбұрышты сызғыштарымыз бар. Сол сызғыштар арқылы біз 90 градусты жалпы есептей алады екенбіз. Енді сіздерге тапсырма. Келесі бұрыштарды қалай сала аламыз? Яғни бұлардың барлығын дәптерге өзіміз жазып салуымыз керек. Ол үшін 40 градусты мен сіздерге тақтаға көрсетейін. Осы 40 градустан кейін қалғанын дәптерімізге өзіміз белгілейміз. Енді, яғни бірінші түзуімізді сызайық. О центрмен бірге ОА деп салып қояйық. Осы ОА сәулесінен кейін біз 40 градус, яғни ішкі бөлікте міне 0-ден бастап жазылып тұр сандарымыз, сонымен біз міне 40 градусты былай өлшеу арқылы осы түзумен сызғышпен қосамыз. Сол кезде біздегі мысалы мынау В, яғни бұрыш ОА, О, В 40 градус шықты. Енді айтқанымыздай сызғышпен бұларды міне былай да өлшеуге болады. Мына сызғышымызды алғаннан кейін міне сыртқы бөліктегі сандарымызбен санай отырып 40 градусты мына жерден алып былай да өлшеп салуға болады. Мысалы мынаны С. Бұл жерімізде 40 градус, мына жерде 40 градусты береді. Сонда бұрыш А, О, С бұрышында 40 градусты береді. Сонда біз бұрыштарды өлшеп салуда әртүрлі сызбаларды қолданып жасауымызға болады. Яғни транспортирдің көмегімен кез келген градусты өлшеп сала аламыз. Енді 130 градусты салайық қана. Ол үшін мына жерге тағы да ОА сәулесін жүргізейік. Тағы да ОА сәулесін жүргізсек, енді осы жерден алып, міне 130 градусымызды өлшейік. Міне 90 градус, 100, 110, 120, 130 градусты береді. Яғни бұл біздің доғал бұрышымызды береді екен. Яғни бұны С деп алсақ, бұрыш міне 130 градус. Яғни бұрыш А, О, С 130 градусты береді. Енді жаңағы айтқанымыздай, тек қана оң бағытпен емес, сол бағытпен де қарастыра отырып, 130 градусымызды біз былай өлшейміз. Сызғышымызды төмен қарату арқылы, міне оң бағыттағы сандарымызды қарай отырып, яғни сыртқы бөліктегі сандарымызбен міне 130 градусты белгілеп, осы екеуін қоссақ, міне тағы да доғал бұрыш 130 градусымыз шығарамыз. Бұны Д деп белгілесек, сонда бұрыш А, О, Д бұрышымыз 130 градусты береді екен. Енді 68 градусты қарастырсақ, 68 градусымыз, яғни біздің сүйір бұрыш. Бұл жерде де
ОК дей салайық. ОК сәулесін жүргізу арқылы міне 68 градус сызғышымызды транспортерімізді қою арқылы міне 0 нүктесінен бастап санай отырып 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 міне 70-ге жетпейтін сүйір бұрышымызды сызу арқылы біз міне 68 градустық өлшемді шығардық. N деп қояйық, сонда бұрыш КОН бұрышымыз 68 градусты береді екен. Енді сол секілді 164 градусымыз сызсақ, бұл 164 градусымыз біздің тағы да нені береді? Сүйір бұрыш 68 градусымыздың тағы да сол бағытымен есептеп қарастырсақ, 10, 20, 30, 40, 50, 60, міне 68-імізді белгілеп, мына жерден де белгілеу енгізуге болады екен. Бұл да біздің не болады? Сүйір бұрышымыз болып шығады екен. Бұны М деп белгілейік, сонда бұрыш КОМ бұл да 68 градус береді. Яғни сүйір бұрыштарымызды береді екен. Енді сол секілді жазыңқы бұрышымызды, яғни 164 градусымызды белгілейік. ОЛ деп қояйық. ОЛ сәулесін сызу арқылы берілген бұрышымыздың 168 градусымызды белгілесек, міне 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, бізге 164 екен, 61, 62, 63, 64 деп белгілеу арқылы берілген сүйір доғал бұрышымызды белгілейміз. Міне сонда біздікі 164 градусымыз шықты. Бұны П деп қояйық, сонда бұрыш ЛОП тең 164 градустық бұрыш. Енді жаңағы айтқанымыздай сол бағытпен есептейтін болсақ, міне оңнан бастап міне 160, 161, 162, 163, 164 деп мына жазыңқы бұрышымызды белгілей алады екенбіз. Міне 164 сол жерді R деп белгілейік, сонда бұрыш LOR бұрышымыз 164 градусымызды. Міне осылай біз сүйір бұрыш, доғал бұрыш, тік бұрыш, жазыңқы бұрыштарымызды транспортердің көмегімен өлшеп жаза алады екенбіз. Осы 130 градус, 68 градус, 160 градусты дәптерлеріңізге сала қойыңыздар. Бүгінгі сабаққа белсенді танып қатысқан оқушыларға үлкен рахмет айтамыз. Сау болыңыздар.